Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін мына видеом тіл мәселесінде болған тұр. Тіл мәселесін айтайын деп ойлап тұрмын. Мына бауырлар, мына қазақ тілін қазірден бастап бізге баяғыдан бері 30 жыл бұрын тіл мәселесін өзбек ағайындар ұқсап қолға алу керек еді. Олар қазір өзбек тілінде мықты болып сөйлегеннің арқасында өзінің елінің қазір орталық Азияда бәр жағынан бірінші орынға сүйреп келе жатыр. Пысықтақтарымен, өздерінің тіліне деген құрметтерімен. Енді ағайын, осы орайда айтайын деген, мына қазақ тілінде қазір біз айтып отырмыз ғой, ой, ақырындап келе жатырмыз деп. Біз өте ақырындап келе жатырмыз. Ол өте ақырындап келе жатқан, ол онша жақсы нәрсе емес. Мысалға, мен бұл айтайын деген, мен неден бұл тіл мәселені қозғайын дедім. Мен де ойлағам, Құдай бұйырса ақырындап тіл мәселесін, қазақ тілін ақырындап өйстіп сөйлей берсек, бір жақсылыққа келетін шығармыз деп. Жоқ, ағайын, тіл мәселесіне келген кезде бәрімізде, көршімізде, ауылымызда, қаламызда, қазір ауылды жерде көбінесе қазақша сөйлейді. Әрине, мен оған ештеңе демеймін. Бірақ қалалық жерлерде, кішкентай аудандық жерлердің барлығы да орысша сөйлейді. Одан қалса барлық жаңалық пабликтардың бәрінде де орысша сөйлейді. Ол сұмдық нәрсе. Оның үстіне, мысалға, мен деген қалалық жерге келгенімде өзіме мысалға бір жылжымайтын мүлік іздеп көріп едім. Барлық операторлар, менеджерлар бәрі орысша сөйлейді. Ол өте масқара, сұмдық нәрсе. Біз еліміз дамиды дейміз. Біз егерде елімізді техникалық жағынан дамытпай тұрып, тілімізді өзіміз тілімізде сөйлеп дамымасақ, тура мағынада дамымасақ, тілімізді дамытпасақ, біз деген артта қалып отыра беретінбіз. Неғып мен олай айттым? Тілімізді дамытпасақ деп. Біздің қазіргі сөйлеп жүрген сөзіміздің сөздік қорымыз өте кедей. Біз ана кедейлерді қалай мысалға көрсек, кедейлерге қалай қарасақ, жұпыны кисе, қазақ тілі тура қазір сондай жұпыны кейіпте болып тұр ағайын. Оны мен қайдан білдім? Ол біздің қазіргі разговорный дейді ғой, мысалға. Қазіргі сөйлесіп араласып жүрген тіліміз, ол біздің өте аз, жаңағындай сөздік қорымыз аз деңгейде қолданып жатырмыз. Оны білген себебім, осы жақында онда бір айдай болып қалды. Американың бір менеджер қыздары хабарласты. Ол менеджерлер хабарласқан кезде маған қазақша хабарласты. Саламатсыз ба, біз сізге TikTokта жазып едік. Сіз телефоныңызды қалдырыпсыз, біз сізге сол арқылы хабарласып тұрмыз деді. Я, жақсы, тыңдап тұрмын, айта беріңіз дедім. Содан барып, ана қыздың жазған сөзі қазақ тілінде жазып тұр. Бірақ өте, қалай айтсам болады, технологиялық тілде сөйлеп тұр. Технологиялық тілде сөйлегендігі соншалықты, мен ана жазған сөздердің өзін тура қазақша жазылып тұрса да, мен негізі қазақ тілмен әдебиет 5-ке бітірген жігітпін. Сонда қарап отырсам, ана қыздың жазған сөзі, ол сол жазған несін бәрін, маған жазған мәтіннің бәрін өзінің тілінен, яғни ағылшын тілінен қазақ тіліне аударған кезде, жаңа қазақ тілі өте бір күрделі тілге айналды. Сонда мен білдім, қарашы, мынау қандай күрделілік, мынау өзіміздің тіліміз маған бір кәдімгідей күрделі маманның сөйлеп жазып отқан тіліне ұқсады маған. Бір профессордың сөйлеген сөзі сияқты болды. Былай қарап тұрсаң, ол қыз 18-20 жас қыз маған жұмыс туралы жазып, сол жұмыста қандай істер атқаратындығы туралы сөздерге жазып берді маған. Сонда сол жаңағы жазған қыздың тіліне қарасам, сонда техникалық нелер бәрін қосып тұр жазғанда, оның үстіне қазақша техникалық жаңа мәтіндерді, лексикондарды қосып жазды. Соған мен таң қалдым. Сонда соның кейін ойлап қарасам,
біздің сөйлесіп жүрген қазақ тіліміз мүлдем шикі десем болады, шикі. Мынау айтады ғой, бір мысалға орыс немесе жаңағында басқа ұлт Қазақстанға келіп қазақ тілінде сөйлей бастайды ғой. Сол кезде, сол сөйлеген сөзіне қарасаң, мысалға енді не ғой, енді жеңіл ғой, өте аз, қалай айтсам болады, ойын толық жеткізе алмайды да, ол деген сол сөйлеген сөздер өте жеңіл, жаңағында бар кел жүр деген сияқты мысалға. Сонымен жаңағы қыздың маған жазған мәтінін оқығаннан кейін мен ойыма бірден сол келді. Ағайындар, бізге мына тілге өте қатты мән беру керек, мән беріп маңызды тілімізді қолымызға алу керек. Осы орайда жаңа осы видеомды пайдаланып отырып, біздің жаңағында Қазақстанымыздың тіл дамыту министрлігіне өзімнің жолдауымды, осы сөзімді жолдағым келеді, осы видеомды жолдағым келеді. Мына қазақ тілінде қазақ тілін дамыту үшін барлық шараларды жасау керек, қолдану керек. Жаңағындай мысалға курстар ашасыздар ма, әлде жаңағындай не курстарды ақшалы қыласыздар ма, ақылы қыласыздар ма, ақысыз қыласыздар ма? Мына тілді қолға алуымыз керек. Біз тілді қолға алмай, біз техникалық жағынан да артта қала береміз. Бір бауырлар айтып жатыр, мысалға мен орысша сөйледім, өйткені орысшаны жаңағындай сөйлеп жоғарғы көтерсек, сүңген барып, артынан сүңген барып, дүниежүзінде қазақ екенімізді біліп, сүңген барып барлығы қазақша сөйлейді. Жоқ, қазірден бастап қазақша сөйлеңіздер, қазірден бастап қазақша айтыңыздар. Сол кезде сіздерді қазақ екеніңіздің, осы сіздің қазақ тілінде мынау қазақ тілі екенін деп сүңген сол кезде ғана біле бастайды. Және де сол қазақ тілінде сөйлей берсек, біздің мына сөйлеу сөздік қорымыз көбейеді. Содан техниканы да, технологияны да дамытамыз. Содан ешқандай орыстарға қарап, оларға немесе жаңағында басқа ұлттарға қарап, оларға жаңағында олар техникасы дамыған ғой, немесе американстан техникасы дамыған да деп айтудың қажеті жоқ. Біздің өзіміздің де Құдайға шүкір тіліміз бай, тіліміз дамыған. Соны енді бізге қолға алу керек. Жалпы Қазақстан бойынша сол қазақ тілін оқытуымыз керек біз ағайын. Осы видеомды алыңыздар, қараңыздар, таратыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар, лүпілмен басыңыздар. Сөйтіп көп адам көруге себепші болсын. Жақсы, рахмет ағайын.